Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Каналдың дамуына үлес қосып жатқандарыңызға алғысым шексіз, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға береке, қуаныш, ынтымақ, ырыс кіре берсін. Дұға тілектеріңізді аз уақытта көркем түрде, ең қайырлы түрде берекелі етіп қабыл етсін деп тілеймін. Құрметті оқырмандар, бүгінгі тақырып өте ерекше болмақ, себебі подкаст түрінде түсіретін боламын, яғни подкаст сияқты болады, қарапайым тілмен айтатын боламын. Жалпы ұстаздарымыздан алған сабақтарым бойынша сіздерге де бөліскім келді. Кім де осындай состояние болып жүрген болса, яғни ол мынандай: жасаған қателіктерімді ұмыту өте қиын, өзімді көп жазғырамын, жасамаған істеріме өкінемін. Егер олай жасамаған болсам, ол кезде ондай болмас еді қазіргі кезде деген сияқты. Және қасымдағы адамдар сол нәрсені бетіме басып айтады, не істесем болады, қатты қиналып кеттім деген сияқты. Кімде осындай сұрақтар мазалап жүрген болса, иншалла осы подкастты соңына дейін тыңдасаңыздар екен, міндетті түрде сіздерге шешімін береді деген үміттемін. Жалпы негізі адамда құлшылық ету бар өзі үшін, яғни өзін мақтау үшін да. Екінші бар құлшылық ету, ол Алла үшін. Мысалы, ол қалайда? Сіз күнә істеп қойдыңыз, иә? Мысалы, кез келген бір күнә жасап қойдыңыз. Жарайды, ол болып қойды, иә? Ол Алланың қалауымен болып қойды. Болып қойғандықтан біз оған тағдыр ретінде қарауымыз керек екен да. Яғни Алланың қалауымен, Алланың рұқсатымен болды деп, бірақ Алланың қалауын, ризалығымен шатастырмауымыз керек екен. Яғни Алланың қалауы болды деп, ол риза ғой, осы тірлігіме, значит деп ойламауымыз керек екен да, қыздар, жалпы оқырмандар. Аллах тағала тек қана біздің жақсы істерімізге, жақсылықтарымызға, жақсы амалдарымызға ғана риза да, ал күнәларымызға негізінде риза емес. Бірақ ол нәрсе Алланың рұқсатымен, қалауымен болып тұрғаннан кейін, енді ол Алланың рұқсатымен болып қойғаннан кейін, қандай да болсын күнә жасап қойдыңыз, сіз үшін сол кезде не нәрсе маңызды? Соған назар аудару керек. Егер мен өз-өзіме маңызды болсам, яғни мен күнә жасап қойдым, мен осы нәрсені мен жасап қойдым ба, сонда как я могла, мәссаған, мен жасап тұрмын ба мына күнәні деген сияқты. Негізі күнә тәкаппарлықты сындырады да, особенно құлшылық жақтан, рухани жақтан идеальный етіп көргісі келетін адамды да, өзін өзі сонда идеальный етіп көргісі келетін адамды осындай бір сынақтар болады да, немесе өзін сондай тақуа қылып көрсететін адамдарға қиын болуы мүмкін да. Яғни қиын болады, егер ол өзіне қатты мен тақуамын, менің құлшылықтарым сондай күшті деп өзіне ғашық болып кеткен болса да, жасаған күнәларына ол қатты қиналады. Алла үшін емес, өзі үшін қиналады да. Адам өзінің алдында абыройын түсіріп алудан қорқады. Өзінің алдында абыройын түсіріп алудан қорқады да. Яғни күнә жасап қойған кезде кім үшін болғаны емес, күнә жасаған маңызды болып тұрады. Бұл жерде білу керек, жасап қойған күнәні көру маңызды ма? Жоқ, Алланы тану маңызды ма? Егер сізге жасаған күнәңіз маңызды болып тұрған болса, отыра бересіз да, өзіңізді жазғырып, кінәлап, сосын соңында шаршап кететін боласыз да. Ал егер Алланың ғафур екендігін маңызды болған болса, Алланы тану сізге маңызды болған болса, кешірімді екенін білу сізге маңызды болған болса, онда сіз Аллаға жүгіресіз да. Ондай кезде просто тәубе етіп, кешірім сұрап, жаса деген амалдарын жасай бастайсыз, болды. Ары қарай құлшылықтарыңызды, шүкіршілігіңізді арттырасыз. Яғни құлшылықтарыңыз дегенде, яғни мүмкін нәпіл намаздарыңызды көбейтесіз, мүмкін зікірлеріңізді көбейтесіз, мүмкін көп жақсы амалдар жасай бастайсыз деген сияқты да. Жақсы ісіңізді арттырасыз, как мотивация сияқты болады да. Аллаға жақындауға да, мысалы, бұл сіздің Аллаға деген адалдығыңыздың көрінісі болады. Яғни бұл мынандай да, мені Аллаға жақындаудан, Аллаға бағынудан ештеңе ажырата алмайды, ештеңе кедергі келтіре алмайды деген сөз. Даже менің күнәларымды, мен күнә істеп қойдым, мен қателестім, мен басқа бір жаман амалдар істеп қойдым, бірақ сонда да менің қателіктерім, менің күнә, менің жасап болған жаман амалдарым мені Аллаға жақындатудан, Аллаға деген одан сайын құлшылығымды арттыру, ол нәрселер мені тоспайды да. Яғни ол нәрселер мені тоқтатпайды. Аллаға барудан, Алланың алдына қайтадан құлшылық етуге, Алладан кешірім сұрауға деген сияқты да. Егер мені тоқтататын болса, мен не істеп қойдым,
күнәмді Алладан жоғары қойып қойдым деген сөз. Алланың алдында жасайтын менің амалдарым емес, менің өзім үшін өзімді ойлағаннан кейін Алланың алдында жасаған амалдарымнан бұрын менің жасап қойған күнәм маңызды болып тұр да. Менің эгом, менің істеп қойғаным маңызды болып тұр. Өзімді өзім жақсы көруім, яғни мақтаныш ретінде өзімді өзім мақтап тұратын болсам, үнемі мақтаныш ретінде өзімді идеал етіп көргім келген болса, маңызды болып тұр да, чем Алланы көру ғафур екенін. Яғни адам өзін идеальны көргісі келген уақытта Алланы дұрыс танымайды. Адам өзін әлсіз, сондай күнәһар, білімсіз екенін мойындағанда Алланы тани бастайды. Сол үшін сұрақ қою керек та. Важный нәрсе сұрақ қою керек. Егер сіз қандай да бір күнә жасап қойған болсаңыз, қандай да бір жамандық жасап қойған болсаңыз, міндетті түрде сұрақ қойыңыз өзіңізге. Менің өзімді өзім жақсы көру маңызды ма, жоқ Алланы тану маңызды ма? Яғни самолюбие деген нәрсе бар да. Самолюбие маңызды ма, жоқ әлде Алланы тану маңызды ма маған деген сияқты. Сіз не істеп қойсаңыз да Аллаға жүгіру керексіз да. Жасап қойған жаман әрекеттеріңіз Аллаға деген құлшылығыңыздан мүлдем тоспау керек. Оған адал құл бола білу керек та. Сол үшін мұндай жағдайда ең бірінші тәубе ету, Алла разылығы үшін тәубе ет деген үшін. Екінші, Алладан жәрдем сұрау. Оны ойлай бермеуге, бүкіл фокусымды құлшылыққа аударшы деп жәрдем сұрау. Өйткені Алладан жәрдем сұрамай, оны жасай алмаймыз ешқашан. Ал үшінші нәрсе ол өзіңізді мойындау. Мен сондаймын. Мен күнә жасап қоямын. Мен сондай әлсіз құлмын. Бірақ бұл менің жаман екенімді көрсетпейді ғой. Бұл нәрсе маған нығмет. Аллаға одан сайын жақындауға, оны тануға, одан сайын оны жақсы көруіме, одан сайын құлшылығымды арттыруыма, одан сайын шүкіршілік етуіме, одан сайын тәубе етуіме деген сияқты мен үшін маңызды не болса өмірімде, қандай болсам да Алланы тастамаймын, Алладан алыстамаймын, Алладан мүлдем ажырамаймын. Қандай күнә істеп қойсам да, мен Алладан үмітімді үзбеймін, құлшылығымды жалғастыра беремін, жалғастырамын. Мен қандай нәрсе істеп қойсам да мен Алладан ешқашан үмітімді үзбеймін, Алладан ешқашан ажырамаймын деп. Бұл біздің Аллаға деген адалдығымыз болып табылады.